Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Желіде көшпенді жігіт. Бүгін біз еліміздің қорғаныс саласындағы шын мәнінде тарихи оқиға болатын керемет оқиғаны жіліктеп кеңінен талдайтын боламыз. Кеше ғана, яғни 24 желтоқсан күні, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Астананың іргесінде бой көтерген су жаңа 5 қару қорғаныс өнеркәсібін аралады. Бұл жай ғана кезекті зауыт емес, бұл Түркияның әлемге әйгілі НАТО стандарттарына сай техника жасайтын Otokar компаниясымен бірлескен стратегиялық серіктестіктің жемісі. Неге бұл маңызды? Себебі біз тек техника сатып алып қана қоймай, енді оны өзімізде құрастырып, технологиялық трансфер жасаймыз. Қане, осы мәселеге тереңірек үңілейік. 2010 жылдардың басын еске алайықшы. Біздің әскеріміздің жағдайы қандай еді? Негізгі паркты моральдық және техникалық тұрғыдан ескерген кеңестік БТР-70 пен БТР-80 құрады. Заманауи соғыс тактикасы өзгерді. Мина қаупі күшейді, ал кеңестік техника сарбаздың өмірін сақтауға қауқарсыз болып қалды. Сол кезде қорғаныс министрлігі дөңгелекті ұрыс көліктерін жаңарту мақсатында батыл ізденістерді бастады. Біздің нарыққа кімдер таласты? Посткеңестік аймақтан Ресей мен Украина. Олар кеңестік БТР-80 базасына жасалған БТР-82А және БТР-3 нұсқаларын ұсынды. Бұл арзан, бірақ ескі платформалар еді. Экипаждың шығуы ыңғайсыз, астыңғы жарылыстан қорғанысы әлсіз болды. Франция. Renault Truck Defense компаниясы өзінің әйгілі VAB Mark 3 6x6 көлігін алып келді. Жақсы машина, бірақ қымбат және сервистік қызметі күрделі. Түркия Республикасы. Міне осы жерде Otokar компаниясы өзінің Arma 88 модульдік бронды машинасын алға тартты. Алайда геосаяси жағдайлар мен бюрократияның кесірінен бұл жобалардың барлығы дерлік сол жылдары қағаз жүзінде қалып қойды. 2016 жылы сахнаға оңтүстік африкалық Paramount Groupпен бірлескен Қазақстан Paramount Engineering шығып, Арлан ұрыс көліктерін шығара бастады. Бұл үлкен қадам болды. Бірақ бұл кәсіпорын біздің келесі бейнероликтің тақырыбы. Бізге керегі ауыр класстағы жүзуге қабілетті және атыс қуаты жоғары 8x8 платформа еді. Сонымен не керек? 2019 жылы мұз орнынан қозғалды. Түркиялық Алпауыттың Otokar Орталық Азия атты ресми филиалы ашылды. Бұл жай ғана кеңсе емес, нақты әрекеттердің бастамасы еді. 2020-2024 жылдар аралығында Қазақстанның полигондарында нағыз техникалық шайқас өтті десе артық болмас. Arma 8x8, жеңіл салмақтағы Otokar Урал және Otokar Cobra 2, сонымен қатар ең қызығы шынжыр табанды тұлпар жауынгерлік машиналары сыналды. Сынақтар оңай болған жоқ. Қыста -40 градус аязда, жазда Маңғыстаудың аптап ыстығы мен шаңында, шығыстың таулы аймақтарында тексерілді. Әсіресе Arma 88 өзінің амфибиялық қабілетін Каспий теңізінде дәлелдеп өтті. 2023-2025 жылдары Астанада бой көтерген өндіріс орны 2025 жылдың ақпан айында ресми іске қосылды. Жобаның жалпы құны 13,5 миллиард теңге, немесе 27 миллион долларды құрады. Бұл инвестиция 134 адам үшін жоғары білікті жұмыс орны ашуға мүмкіндік берді. Енді ең дәмді жеріне келейік. Зауыт нақты қандай монстрларды шығарады? Компания қазіргі таңда жылына 200-ге дейін техника шығаруға қауқарлы. Олардың жергілікті атаулары да қазақланыпты. Таймас 88. Түпнұсқасы Otokar Arma 88. Бұл амфибиялық брондалған көлік су кедергілерінен еш қиындықсыз жүзіп өтеді. Қорғанысы Астана 45-69 стандарты бойынша жоғары деңгейдегі баллистикалық және минаға қарсы қорғаныс. Қару-жарағы әртүрлі калибрлі пулеметтерден бастап 105 мм зеңбірекке дейін орнатуға болатын модульдік платформа. Қазақстандық нұсқада көп жағдайда Aselsan компаниясы шығаратын 30 мм Nefer әскери модулі, я болмаса қытайлық Norinco компаниясы шығаратын 100 мм 30 мм зеңбіректермен бірге қаруланған арнайы әскери модульдер жабдықталған. Ерекшелігі тәуелсіз аспа жүйесінің арқасында жолсыз жерде өте жұмсақ жүреді. Айбар 4-4. Жедел әрекет ету күштеріне, шекарашыларға және барлаушыларға арналған, қала ішіндегі ұрысқа және жасырын операцияларға таптырмас құрал.
қолдан жасалған жарылғыш заттардан қорғанысы өте жоғары. Тұлпар көлігі ескірген БМП-1 мен БМП-2-ні алмастыратын нағыз жыртқыш. Салмағы 30-дан 45 тоннаға дейін жетеді. Танкпен бір қатарда жүріп, жаяу әскерді атыспен қолдауға арналған. НАТО мемлекеттеріндегі заманауи Puma немесе Bradley сияқты БМП-лармен бәсекелесе алады. Бесқары өз өнімдерін қорғаныс министрлігіне, ұлттық ұланға және шекара қызметіне жеткізуге дайын. Бұл зауыттың ашылуы Қазақстанның әскери өнеркәсіп кешенінің жаңа деңгейге көтерілгенін көрсетеді. Біз енді тек шикізат емес, жоғары технологиялық өнім шығаратын елге айналып келеміз. Олай болса, көрермендер, бұл жаңалыққа қалай қарайсыздар? Таймас пен Айбар біздің даламыздың нағыз қожасы бола ала ма? Пікірлеріңізді әрине күтеміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.